Мен өзімнің сүйікті адамыма тұрмысқа шықтым. Ал келесі жылы өмірге қызымыз да келді. Кенеттен маған ақша шығу керек болып, мен өз той көйлегімді сатуды жөн көрдім. Хабарландыруға бұл туралы хабар бердім. Сұраныстар көп болды, бірақ меген жайымызды айтқанда көбісі алудан бас тартты. Өйткені үй қаланың шетінде орналасқан. Бірақ та екі әйел адам менімен байланысқа шығып үйге келетінін айтты. Олар маған той көйлегі кигенде қандай болып тұратынын білу үшін киіп көрсетуімді сұрады. Әйелдер толық қара киімде болды. Біртүрлі болды. Аурасы да онша емес. Бірақ мұған көп мән бермедім. Көйлекті ақыры көрсеттім. Өлшемі тура келді. Ал көйлек болса өте әдемі болатын. Олар көйлекті сатып алатындарын айтты. Және жандағы әйел тойға киген туфлиімді сұрады. Мен туфлиімді де әкелдім. Бәрібір ол маған қажет емес болатын, өйткені оның өкшесі тым биік. Қысқасы, менен бәрін сатып алды. Көйлек, туфли, фата, қолғап. Сөмкесіне салып жатқанда қасындағы әйелге тіл қатты. Көрдің бе? Ол мені керең деп ойлайды. Ал мен өте жақсы естимін деді. Мен оған түсінбей қалдым. Болды, іс бітті. Осыны жерлейміз деді. Бұл сөздер менің үстімнен мұздай су құйғандай әсер берді. Содан кейін ғана екі әйелдің жайы мәлім болды. Көрші көшеде 18 жасар қалыңдық қыздың жаназасы болып жатты. Ең таңғалдырарлығы, ол қыздың үстінде менің сатылған киімдерім болды. Яғни толық той көйлегімді, туфли, фата, қолғабыма дейін сол қыздың үстінен көрдім. Біршама уақыттан кейін менің түсіме қара шашты қыз менің көйлегіммен тұрды. Ол ештеңе демеді. Үстінде барлық сатқан киімдерім болды. Ол маған көйлегімді өзіме бергісі келгендей іс-әрекет жасады. Осы айда мен қатты ауыра бастадым. Шашым түсіп, көзім бұлыңғыр, ал денем себепсіз көгеретін болды. Дәрігерлер мені емдеуге тым кеш екенін айтты. Ал қаламыздағы білікті маман мені емдеуден бас тартты. Ол маған: денсаулығыңызға белгісіз ақау бар, оны зерттеп табуға болады, алайда оған көп уақыт керек. Бәрі кеш, себебі сіздің азақ өміріңіз қалды. Ал кеше анам бақсының айтуынша құрыма қалай менің өмірім аз қалғанын айтты. Той көйлек мен өзімен бірге алып барам.